Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет мерекелік салат әзірлейміз. Ол үшін бізге картоп, сәбіз, қызылша, жұмыртқа және балық қажет. Ең алдымен сәбізді үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Осы сәбізді өткізіп болғаннан кейін біз картопты дәл осылай үккіштің майда көзінен өткізіп, оны да дайындап қоятын боламыз. Картоптан кейін қызылшаны үккіштің майда көзінен өткізіп, оны да алдын ала дайындап аламыз. Мінекей, осылай картоп, сәбіз, қызылша және балық дайын тұрады. Одан кейін біз балықтың қалыбын алып, оның ішіне майонезді құйып шығамыз. Өйткені салатты төңкергенде біздің салатымыз жабысып қалмау керек қалыпқа. Енді қалыпқа бірінші қызылшаны салып шығамыз. Қызылшаның үстіне өзіміздің қажетіміз бойынша, қалауымызша майонезді құямыз. Майонезден кейін оның бетіне картопты саламыз. Картопты да дәл солай осы балықтың қалыбы бойынша салып шығамыз. Мінекей дайын болғаннан кейін оның үстіне тағы да майонез саламыз. Майонезімізді құйып болғаннан кейін келесі кезекте сәбізді осы қалыпқа әдемілеп орналастырып шығамыз. Сәбіздің үстінен де татымына қарай, қажетіне қарай осы майонезді құйып шығамыз. Одан кейін алдын ала дайындалған балықты саламыз. Бұл жерде балықты әркім өзінің қалауы бойынша салуына болады, көп немесе аз дегендей. Мінекей қалыпты төңкергенде осындай балықтың формасы шықты. Енді алдын ала үккіштен өткізген жұмыртқаны балықтың үстіне әдемілеп орналастырып шығамыз. Содан соң укропты өзіміздің қажетімізше сәндеуімізге болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай керемет мерекелік салат шықты. Алдағы уақытта сіздерге осындай тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңызға рахмет.